Сәлем достар, бүгін сіздермен сәбіз салатының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыз. Бұл салатты барлық тағам түрлерімен қосып жеуге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге сәбіз, ақ желкен, болгар бұрышы керек. Дәмдеуіштерден паприка, қызыл бұрыш және сәбізге арналған приправа қажет. Ең алдымен сәбізді осындай корей күшінен ұзынша етіп өткіземіз. Менде майда түрі, өз қалауларыңызша ірі түрінен де өткізуге болады. Осылай барлығын ұзынша етіп өткізіп аламыз. Біздің сәбіз бәрін өткізіп болдық. Енді болгар бұрышын турайтын боламыз. Болгар бұрышын дәл осылай тең ортасынан бөлесіздер де ұзынша етіп турайсыздар. Болгарскийдің бәрін турап болғаннан соң ыдысымызға сәбіз салған ыдысқа салып, дәміне қарай тұз саламыз және жақсылап тұрып араластырып согын шығарамыз. Барлығын араластырып болғаннан соң енді чесногымызды турайтын боламыз. Осындай 2 тіше чесногымызды 4 бұрышты кубик етіп майда қып турап салатын боламыз. Енді ақ желкенді турайтын боламыз. Ақ желкен, петрушка. Өз қалауларыңызша ас көкті де қоссаңыздар болады. Осылай майда етіп турап, барлығын сәбіз салынған ыдысқа саламыз. Және де бетіне чесногымызды, осы ақ желкенімізді салып араластырамыз. Енді дәмдеуіштерді қосамыз. Бір бұрышына осындай паприканы салдым. Сосын қызыл бұрышты салдым. Енді сәбізге арналған дәмдеуішті салдым. Енді бетіне майымызды қыздырып қоямыз алдын ала. Енді осы приправалардың бетіне қызып тұрған майымызды құятын боламыз. Майды құйып болдық. Енді жақсылап тұрып араластырып, ыдысымызға салып, дастарханға қоя берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарасаңыз, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Әйгерім.